Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Сәлеметсіздер ме бәріңізге? Мен бұл түрмеде беделді болдым. Бір үзілген дәріс. Алматының шуақты күндерінің бірі еді. Әл-Фараби атындағы қа-зоо-дың заң факультетінің 3 курс студенті Айдана үшін бұл күн әдеттегідей басталған. Ол аудиторияда отырып, қылмыстық іс жүргізу құқығынан дәріс тыңдап, мұқият конспект жазып отыр еді. Айдана факультеттің мақтанышы, үздік студент, болашақ прокурор болуды армандайтын, әділдік десе ішкен асын жерге қоятын қыз. Оның әкесі кезінде адал полиция майоры болып қызмет бабында қаза тапқан. Айдана сол әке жолын қуып, заңның үстемдігін дәлелдегісі келетін. Дәріс ортасына келгенде аудиторияның есігі сарт етіп ашылды. Ішке форма киген 2 полиция қызметкері мен азаматтық киімдегі тергеуші кіріп келді. Айдана Серікқызы кім? Деді тергеуші суық дауыспен. Айдана таңғалып орнынан тұрды. Бүкіл аудитория сілтідей тынды. Менмін, не болды? Сіз аса ірі көлемде есірткі сақтады және таратты деген күдікпен ұсталасыз. Жүріңіз, деді де, тергеуші қыздың қолына бәрінің көзінше темір кісенді сарт еткізіп салды. Айдананың көз алды тұманданып кетті. Ол ештеңе түсінбеді. Ол өмірінде темекі тартып көрмеген қыз еді. Бірақ оның сөзіне ешкім құлақ аспады. Оны сүйрелеп университеттің кең дәлізімен алып бар жатқанда, ол өзін қорғайтын заңның қазір қалай аяққа тапталып жатқанын алғаш рет сезінді. 2 қақпан. Тергеу изоляторында өткен 3 күн Айдана үшін тозақпен тең болды. Оған адвокат берілмеді, немесе берілгені мемлекеттік тергеушінің сыбайласы болып шықты. Белгілі болғандай, Айдананың сөмкесіне жатақханада есірткі салынған. Және бұл істің артында қалалық прокурордың ұлы, Айдананың сезімін қорлаған үшін кек алғысы келген Диас тұрған еді. Диас кезінде Айданаға сөз салғанда, қыз оның өркөкіректігі мен заңсыз әрекеттерін бетіне басып, бас тартқан болатын. Енді Диас өзінің әкесінің билігін пайдаланып, қызды тізе бүктіргісі келді. Бір ауыз сөз айтсаң, кешірім сұраймын, сенікі дұрыс десең, істі жабамын, деді Диас тергеу бөлмесінде мысқылдап. Айдана оның бетіне тіке қарады. Оның көзінде қорқыныш емес, жиіркеніш бар еді. Мен түрмеде шіріп кетсем де, сен сияқты арамның алдында басымды имеймін. Заң кеш болса да орнайт, деді ол нық үнмен. Сот небәрі 10 минутқа созылды. Жалған куәгерлер, қолдан жасалған сараптамалар бәрі мінсіз ұйымдастырылған. Үкім 7 жыл қатаң тәртіптегі әйелдер колониясы. 3 темір тордың ызғары. Айдананы қара алтын деп аталатын, елдің ең алыс түкпіріндегі әйелдер түрмесіне этаппен алып келді. Бұл жер тағдырдың тәлкегіне түскендер мен нағыз қылмыскерлер тоғысқан, мемлекеттің бақылауынан тыс, өз заңдары бар мекен еді. Автозактан түскенде күзетшілердің айқайы мен иттердің үрген дауысы құлақ жарады. Айдананың үстіндегі әдемі киімдерін шештіріп, оған сұрғылт түсті, жағымсыз иісі бар түрме формасын кигізді. Оның ұзын, әдемі шаштарын қайшымен қырқып тастады. Айнаға қарағанда ол өзін танымай қалды. Бірақ ол сынбады. Ол іштей, сендер менің шашымды кессеңдер де, миымдағы білімді, жүрегімдегі рухты кесе алмайсыңдар, деп қайталады. Оны 12-ші камераға хатаға алып келді. Есік сарт етіп ашылып, Айдана ішке кіргенде 15 әйелдің суық жанары оған қадалды. Камераның іші темекі түтінімен сыздың иісіне толы. Төрде ең ыңғайлы орында жасы 40-тардағы, денесіне татуировка салған, түрі суық әйел жатыр еді. Бұл камераның смотрящие, лақап аты Зоя бастық. 1-ші сынақ. Жаңадан келген первоходка ма? Деді Зоя темекісін бұрқыратып. Есімі кім, не үшін отырсың? Айдана студентпін, маған жала жапты, деді ол сабырлы дауыспен. Бүкіл камера күлкіге қарық болды. Мұнда бәрі жала жабылып келгендер. Бізде бәріміз періштеміз, деді Зояның жанындағы жандайшабы Махаббат. Ей, студентка, мұнда сенің заңдарың жүрмейді. Мұнда біздің заң. Қазір еденді жу, сосын менің аяқ киімімді тазала. Айдана қозғалған жоқ. Ол Зояның көзіне тіке қарады. Мен мұнда еден жууға келген жоқпын. Және заңның мұнда да жүретінін сендерге дәлелдеймін.
Егер менің міндетіме кірмейтін жұмысқа мәжбүрлесеңіздер, мен ішкі ережелердің 112 бабы бойынша арыз жазамын. Камера іші тыныштала қалды. Мұндай батылдықты ешкім күтпеген еді. Зоя орнынан баяу тұрды. Ол Айдананың жанына келіп, оның иегінен қатты қысты. Сен ақылдымын дейсің бе? Біз мұнда ақылдыларды тез емдейміз. Қыздар, оған сабақ беріңдер. 3-4 әйел Айданаға тап берді. Бірақ Айдана ауған соғысының ардагері болған әкесінен өзін қорғаудың бірнеше әдісін үйренген еді. Ол алғашқы соққыдан жалт беріп, шабуылдаушының қолын қайырып жіберді. Бірақ сан жағынан басым әйелдер оны жерге жығып ұра бастады. Дәл осы сәтте дәліздегі темір есік тарсылдап күзетші келді. Әйелдер бірден орындарына жайғасты. Айдана ауырсынудан бүктеліп еденде жатыр еді. Мұрнынан қан ағып тұрса да, ол жыламады. Ол орнынан баяу тұрып үстін қақты. 5. Стратегияның басталуы. Сол түні Айдана темір кереуеттің үстінде жатып төбеге қарады. Ол түсінді, бұл жерде тек жұдырықпен жеңе алмайсың. Мұнда жүйені іштен зерттеу керек. Ол түрменің ережелерін, күзетшілердің мінез құлқын, әйелдердің тағдырын бақылай бастады. Ол Зояның камерадағы билігі тек қорқынышқа емес, сырттан келетін грифке, заңсыз азық-түлік пен темекіге негізделгенін байқады. Зоя түрме әкімшілігімен сыбайлас. Демек, әкімшіліктің осал тұсын тапса, Зояның да билігі құлайды. Айдана еденде жатқан ескі газеттің шетіне тістерімен қарындаш ұштап, бірдеңелерді жаза бастады. Бұл оның түрмені тізе бүктіруге бағытталған алғашқы соғыс жоспары еді. Ол жай ғана студент емес, ол әрбір әрекетін есептейтін гроссмейстерге айналуы керек бір. Түрме кітапханасы жаңа штаб. Алғашқы апта Айдана үшін сынақ болды. Оны ауыр жұмыстарға салды. Асхананың лас еденін жуу, картоп аршу, ауланы қардан тазалау. Зояның бұйрығымен оған ең қиын әрі лас жұмыстар берілетін. Бірақ Айдана үндемеді. Ол әрбір соққы мен қорлықты іштей қабылдап айналасын зерттеуді жалғастырды. Бір күні ол түрменің ескі шаң басқан кітапханасына тап болды. Кітапханашы мұғалім лақап атымен белгілі, жасы 70-ке таяған, кезінде қаржылық қылмыспен сотталған зиялы әйел еді. Кітапханаға ешкім келмейтін, себебі мұндағы әйелдердің көбі кітап оқудан гөрі түрме өмірінің өсегімен төбелесін артық көретін. Айдана сөрелерді ақтарып отырып, Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексімен бірнеше заң жинақтарын тауып алды. Бұл жерде заң іздеген жанды көрмегелі көп болды, деді мұғалім көзілдірігін түзеп. Сақ бол, қызым. Бұл жерде заң білген адамды әкімшілікте, төрдегілер де ұната бермейді. Олар заңды білмегендіктен ғана билік жүргізіп отыр, апай. Егер біз құқығымызды білсек, олар бізге қарсы ештеңе істей алмайды, деді Айдана кітапты кеудесіне басып. 2. Алғашқы апелляция. Камерада Айдананың қасында Гүлмира есімді жас келіншек жататын. Ол ешкімге зияны жоқ, өте жуас еді. Бір күні Гүлмираның еңіреп жылап отырғанын көрді. Белгілі болғандай, оның ісі бойынша жаңа деректер шықса да, адвокаты ақша сұрап, жұмыс істемей қойыпты. Оның үстіне Зоя Гүлмираның үйінен келген сәлемдемесін, передача, тартып алған. Жылама, Гүлмира, маған ісіңнің мән-жайын айтып берші, деді Айдана. Айдана түні бойы ұйықтамай, Гүлмираның ісі бойынша апелляциялық шағым жазды. Ол заңның әрбір бабын, тергеуде кеткен қателіктерді жіліктеп шағып, заңды тілмен керемет мәтін дайындады. Келесі күні бұл хабар бүкіл түрмеге тарап кетті. Студентка арыз жазады екен. Адвокаттан артық жазады деген сыбысту ете қалды. Зоя бұл жаңалықты естігенде ашуға мінді. Билік оның қолынан сырғып бара жатқандай сезінді. Ей, студентка, сен мұнда заңгерлік кеңсе аштым деп ойлап тұрсың ба? Зоя Айдананың жазған қағаздарын жыртып тастамақ болды. Бірақ Айдана саспады. Зоя, сен бұл қағазды жырту арқылы тек Гүлмираға емес, өзіне де зиян келтіріп тұрсың. Мен мұндағы әйелдердің ісін қайта қаратуға көмектесе аламын. Ал егер маған кедергі жасасаң, мен сенің түрме бастығымен жасаған келісімдерің туралы прокуратураға шағым түсіремін.
Менде деректер жетерлік, деді Айдана суық үнмен. Зоя сескеніп қалды. Бұл қыздың көзіндегі сенімділік оның ішінде үлкен бір күш бар екенін аңғартты. 3. Полковникпен бетпе-бет. Түрме бастығы полковник Ахметов өте қатал әрі жемқор адам еді. Ол түрмедегі тәртіпті Зоя сияқты смотрящийлер арқылы ұстап тұратын. Оған тыныштық керек еді. Айдананың іс-әрекеті оның мазасын алды. Ол Айдананы кабинетіне шақыртты. Серік қызы, сен өзіңді қайда жүрмін деп ойлайсың? Университетте емессің. Сенің бұл құқық қорғау ойындарың жақсылыққа апармайды. Мен сені карцерге, жалғыз адамды қараңғы камера жауып тастай аламын, деді полковник темекісін түтіндетіп. Полковник мырза, деді Айдана нық дауыспен. Сіз мені карцерге жабаласыз. Бірақ менің прокуратураға жазып қойған хатым қазірдің өзінде сенімді адамдардың қолында. Егер маған бірдеңе болса, немесе мені заңсыз жазаласаңыз, ол хат бірден тиісті орынға жетеді. Онда сіздің түрмедегі заңсыз бизнес схемаларыңыз, тұтқындардың ақшасын жымқыру деректері көрсетілген. Полковниктің беті бозарып кетті. Сен не айтып тұрсың? Қандай дәлел? Мен заңгермін, полковник. Мен дәлелсіз сөйлемеймін. Маған тиіспеңіз, мен де сізге тиіспеймін. Бірақ бұл жердегі әйелдердің заңды құқықтары бұзылмауы тиіс. 4. Зояның қақпаны. Зоя Айдананы тікелей шабуылмен жеңе алмайтынын түсініп, астыртын әрекетке көшті. Ол түрмеге заңсыз жолмен кіретін тыйым салынған заттарды, телефон мен есірткіні Айдананың матрасының астына тығып қоюды бұйырды. Түн ортасында кенеттен тінту шуын басталды. Күзетшілер Айдананың кереуетіне тікелей келіп, матрасын жұлып алды. Міне, табылды, деп айқайлады жас күзетші матрас астынан шағын пакетті шығарып. Камера іші тыныштала қалды. Зоя шетте мысқылдап күліп тұрды. Енді біттің, студентка. Енді саған заңда көмектеспейді деп ойлады ол. Бірақ Айдананың жүзінде қорқыныш нышаны да жоқ еді. Ол пакетке қарап, сосын күзетшіге бұрылды. Бұл пакеттің сыртында менің саусақ іздерім жоқ. Бірақ мұнда пакетті мұнда қойған адамның саусақ іздері бар. Және бұл камерада бейне бақылау жоқ деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Мен бүгін кешке күзетшінің Зоямен сөйлесіп тұрғанын көргенмін. Егер сараптама жасалса, бұл заттың кімдікі екені бірден белгілі болады, деді Айдана. Айдана іс жүзінде сараптама жасау қиын екенін білсе де, оның кәсіби сөйлеуі мен қорықпауы күзетшілерді абдыратып тастады. Күзетшілер пакетті алып үндемей шығып кетті. Полковникке бұл істі ушықтырмау туралы бұйрық келген болатын. 5. Мыстың басылуы. Сол түні камерадағы әйелдер Айдананың нағыз күшін түсінді. Ол тек жұдырықпен емес, ақылмен соғысатын адам еді. Ең бастысы, ол ешкімді сатпады. Тіпті Зояның бұл істі ұйымдастырғанын білсе де, оның атын күзетшілерге атамады. Сен неге мені айтпадың? Деп сұрады Зоя түн ортасында, бәрі ұйықтағанда. Өйткені мен сенің әдісіңмен соғыспаймын, Зоя, мен сені түрме әкімшілігінің қолымен емес, заңның қолымен жеңгім келеді. Сенің билігің қорқыныш. Менің билігім әділдік. Көреміз, кімдікі ұзағыраққа созылатынын. Айдананың бұл сөзі Зояның ішкі әлемін асты үстін шығарды. Ол өмірінде алғаш рет өзінен мықты адамды кездестірді. Бірақ Айдананың басты соғысы әлі алда еді. Оған Диас пен оның әкесінің түрмеге беретін бұйрықтарына қарсы тұру керек болатын бір. Кітапханадағы құпия кеңес. Арада 2 ай өтті. Айдананың 12-ші камерадағы беделі ғана емес, бүкіл колониядағы ықпалы өсті. Ол бұрынғыдай ауыр жұмыстардан қашпайтын. Осы уақыттың бәрін кітапханада өткізетін. Мұғалім апай екеуі ескі үстелді нағыз заңгерлік кеңсеге айналдырды. Күн сайын кітапханаға кітап оқуға келетін әйелдердің саны артты. Бірақ олар әдеби шығармалар үшін емес, Айданадан кеңес алу үшін келетін. Айдана әрбір әйелдің ісін мұқият зерттеп, олардың құқықтары қай жерде бұзылғанын, тергеушілердің қай жерде қате жібергенін анықтап беретін. Айдана мынау менің үкімім деп жас келіншек парақтарын ұсынды. Мені ұрлық жасады деп айыптады, бірақ мен ол жерде болғанда жоқпын.
Айдана құжаттарды қарап шығып күлімсіреді. Мұнда алиби туралы куәгерлердің жауабы мүлдем ескерілмеген. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 70 бабы бойынша бұл өрескел заң бұзушылық. Біз қазір қайта қарау туралы өтініш жазамыз. Осылайша түрме ішінде жасырын заң мектебі жұмыс істей бастады. Әйелдер өздерін қорғауды, күзетшілердің дөрекілігіне заңмен жауап беруді үйренді. Енді күзетшілер бұрынғыдай айқайлап, заңсыз жаза қолдануға сескенетін болды, себебі кез келген заңсыздық үшін Айдананың қолынан прокуратураға дайын арыз шыға келетін. 2. Гүлмираның бостандығы. Айдананың алғашқы үлкен жеңісі Гүлмираның ісі болды. Айдана жазған апелляциялық шағым облыстық сотқа жетіп, іс қайта қаралды. Тергеу кезіндегі заңсыздықтар мен жалған куәгерлердің сөздері әшкереленіп, Гүлмираның кінәсіздігі дәлелденді. Бір күні таңертеңгілік тексеріс кезінде колонияның дауыс зор айтқышынан хабарлама естілді. Сотталған Гүлмира Сәдуақасқызы, заттарыңызды жинаңыз. Сіз бостандыққа шығасыз. Камера іші ду ете қалды. Әйелдер жылап Гүлмираны құшақтап жатты. Гүлмира Айдананың алдына келіп тізе бүкті. Айдана, сен менің өмірімді құтқардың. Егер сен болмасаң, мен 7 жыл бойы жоқ жерден отырар едім деп еңіреп жылады. Тұр, Гүлмира, бостандықта бақытты бол. Тек бір өтінішім бар, менің адвокатыма барып, мына хатты берші деді Айдана сыбырлап. Хатта Айдананың өз ісі бойынша жинаған дәлелдері мен Диасқа қарсы компроматтар жазылған еді. Гүлмира хатты іш киімінің арасына жасырып, түрме қақпасынан шығып кетті. Бұл Айдананың сыртқы әлеммен байланысы орнатқан алғашқы жеңісі еді. 3. Диастың қаһары. Гүлмираның бостандыққа шыққаны және оның артында Айдана тұрғаны туралы хабар Диасқа жетті. Ол Айдананың түрмеде сынып тізе бүккенін күткен еді, бірақ қыз керісінше бүкіл түрме жүйесін өзіне бағындырып алғандай болды. Диас полковник Ахметовке қоңырау шалды. Полковник, сен ол қызды қалай бақылап отырсың? Ол түрмеден адамдарды босатып жатыр. Егер ол тоқтамаса, ертең сенің де орныңнан ұшатыныңды білесің бе? Оны оқшаула, изолировать, деп ақырды. Полковник Ахметов амалсыз Айдананы тәртіп бұзған үшін деген жалған сылтаумен 15 тәулікке карцерге жабу туралы бұйрық шығарды. Карцер бұл жер астындағы терезесі жоқ, суық әрі қараңғы тар камера. Мұнда адам психикасы бірнеше күнде-ақ сыр бере бастайтын. 4. Карцердегі ерлік. Айдананы қараңғы жертөлеге алып келді. Суық қабырға, тар кереует және күніне бір рет берілетін қара нан мен су. Көреміз, заңгер студентка, мұнда саған заңдарың қалай көмектесер екен деп күзетші есікті тарс жауып кетті. Бірақ Айдана қорықпады. Ол қараңғылықта отырып, йога мен медитация жасап, миында заң баптарын қайталап, өзін шынықтырды. Ең бастысы, ол жалғыз емес еді. Бүкіл түрмедегі әйелдер Айдананың карцерге жабылғанын естіп, наразылық ретінде аштық жариялады. 200-ге жуық әйел асханаға шығудан бас тартты. Олардың талабы біреу, Айдананы карцерден шығарыңдар және заңсыз жазаларды тоқтатыңдар. Бұл колония тарихында болмаған жағдай еді. Мұндай ауқымды наразылық туралы хабар міндетті түрде жоғары прокуратура мен Астанаға жететін еді. 5. Күтпеген тексеріс. Карцердегі 10-шы күні есік кенеттен ашылды. Ішке полковник Ахметов емес, өте салқынқанды, костюм киген бейтаныс адам кірді. Оның артында бірнеше офицер мен бейнекамера ұстаған адамдар тұрды. Мен бас прокуратураның арнайы прокурорымын. Бізге бұл колониядағы заңсыздықтар мен тұтқындардың жаппай наразылығы туралы ақпарат түсті. Сіз Айдана Серікқызсыз ба? Деп сұрады бейтаныс адам. Айдана әлсіреп тұрса да, басын тік ұстады. Иә, менмін. Сізді карцерге не үшін жапты? Маған ешқандай ресми айып тағылған жоқ. Бұл түрме әкімшілігінің менің құқықтық көмек көрсетуіме кедергі жасау мақсатындағы заңсыз әрекеті, деді Айдана. Прокурор полковникке бұрылды. Полковниктің маңдайынан суық тер ақты. Полковник, бұл қыздың ісін және карцерге жабылу негізін дереу тексеруді бастаймыз. Және бұл жердегі әйелдердің аштық жариялау себептерін де анықтаймыз. Айдананы карцерден шығарды. Ол камерасына оралғанда бүкіл түрме оны батырдай қарсы алды.
Бірақ Айдана бұл тек кішігірім жеңіс екенін білді. Енді оның алдында ең үлкен мақсат тұрды. Өзінің ісін қайта қаратып, Диастың қылмыстарын бүкіл елге жария ету. Жаралы жолбарыстың соңғы амалы. Прокуратураның тексерісінен кейін полковник Ахметов пен Диас тығырыққа тірелді. Түрмедегі аштық жариялау акциясы мен Айдананың жазған шағымдары Астанадағы жоғары лауазымды тұлғалардың назарын аударды. Диас енді Айдананы жай ғана түрмеде шіріту емес, оның көзін біржола жою керек екенін түсінді. Ол қыз тірі тұрса, біздің бәріміз сотталамыз, деп ақырды Диас телефон арқылы. Полковник оны басқа қара колонияға ауыстыру туралы бұйрық дайында. Ол жақта заң жүрмейді, тек қылмыскерлердің қатыгез ережесі ғана бар. Оны сол жаққа барар жолда этапта жоқ қылыңдар. Бұл өте қауіпті жоспар еді. Тұтқындарды бір түрмеден екіншісіне тасымалдау кезінде кез келген оқыс оқиғаны ұйымдастыру оңай болатын. 2. Зояның бұрылысы. Айдана карцерден шыққан соң, оның камерасындағы атмосфера мүлдем өзгерді. Зоя бастық Айданаға бұрынғыдай жау ретінде емес, құрметпен қарайтын болды. Ол Айдананың өз басын бәйгеге тігіп, бүкіл түрмедегі әйелдердің құқығын қорғағанын көрді. Бір күні түнде Зоя Айдананы оңаша шақырды. Тыңда, студентка, маған өз адамдарымнан хабар келді. Сені ертең түнде этаппен алып кетпекші. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Олар сені жолдан қайтпайтындай етіп жібермек. Полковник сенен құтылғысы келеді, деді Зоя даусын бәсеңдетіп. Айдана салқын қандылық танытты. Мен білгенмін. Диас соңғы қадамына барады. Зоя, маған көмектесесің бе? Менің билігім тек осы камерада, деді Зоя күрсініп. Бірақ менің сыртта да достарым бар. Олар саған көмектесе алмайды, бірақ хабар жеткізе алады. Маған хабар емес, маған уақыт керек. Ертең түнде олар мені алып кетерде, бүкіл колония аяққа тұруы тиіс. Бұл жолы аштық емес, нағыз бунт, бүлік керек, деді Айдананың жанарынан от шашып. 3. Түрмедегі нокаут. Айдана тек заңгер емес, ол стратегиялық ойлаудың шебері еді. Ол колониядағы әйелдердің арасындағы әлеуметтік теңсіздікті пайдаланды. Күзетшілердің тұтқындарды ұрып-соғу деректерін, асханадағы сапасыз тамақты және дәрі-дәрмектің жоқтығын негізге алып, үлкен наразылық толқынын дайындады. Мұғалім апай екеуі кітапханада жасырын түрде тұтқындардың құқықтық декларациясын дайындады. Оны жүздеген әйел қолмен көшіріп, әр камераға таратты. Енді бұл жай ғана төбелес емес, бұл саяси сипаттағы наразылыққа айналды. Келесі күні түнде сағат 12:00-де түрме есіктері ашылып, арнайы жасақ Айдананы алып кетуге келді. Олар Айдананың камерасына кіргенде күтпеген жағдайға тап болды. 4 тізе бүккен түрме. Айдана камераның ортасында нық тұрды. Оның артында Зоя бастаған 15 әйел қол ұстасып тірі қабырға болып тұрып алды. Оны ешқайда әкетпейсіздер, деп айқайлады Зоя. Дәл осы сәтте бүкіл колонияның барлық камераларынан темір есіктерді ұрған, ыдыс-аяқтарды соққан, құлақ тұндырарлық шу шықты. Әйелдер камераларынан шығып дәліздерге төгілді. Күзетшілер мұндай ауқымды бүлікті күтпеген еді. Олар қару қолдануға қорықты, себебі бұл жерде прокуратураның өкілдері әлі де жүрген болатын. Айдана алға шықты. Полковник Ахметов қайда? Деп айқайлады ол. Полковник терлеп тепшіп жүгіріп келді. Оның қолында Айдананы тасымалдау туралы бұйрық бар еді. Полковник, бұл бұйрық заңсыз. Қылмыстық атқару кодексінің 88 бабы бойынша тергеу ісі аяқталмаған тұтқынды басқа облысқа ауыстыруға тыйым салынады. Егер сіз мені қазір алып кетсеңіз, бұл адам ұрлау деп бағалана. Мына камералар мен телефондар. Айдана күзетшілердің бірінің қолындағы телефонды нұсқады. Бәрін түсіріп жатыр, деді Айдана. Әйелдердің бәрі бір уақытта тізе бүкті. Бұл олардың Айданаға деген құрметі мен әкімшілікке деген наразылығының белгісі еді. 200-ден астам әйелдің бір уақытта тізе бүгуі полковниктің зәресін алды. Ол түрменің бақылаудан шыққанын түсінді. 5. Диастың құлауының басы. Бұл оқиғаның видеосы жасырын телефондар арқылы түсірілген, бірнеше сағаттың ішінде әлеуметтік желілерге тарап кетті.
Гүлмира, бұрын босатылған қыз, Айдананың адвокатымен бірге үлкен баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Айдананың хатындағы деректер Диас пен оның әкесінің сыбайлас жемқорлық схемаларын әшкереледі. Орталық аппараттан жаңа комиссия келді. Полковник Ахметов сол түні ақ қызметінен шеттетіліп қамауға алынды. Айдананы алып кетуге келген арнайы жасақ кері қайтты. Ол түрменің ішінде отырып, жүйенің сағын сындырды. Бірақ ең қиыны әлі алда еді. Айдананың өз ісі бойынша сот процесі қайта басталды. Ол сот залында Диаспен бетпе-бет келу керек. Диас болса ақтық демі қалғанша арпалысуға дайын. Ол Айдананың адвокатын немесе куәгерлерді жоюды жоспарлап отырды. Бірақ Айдананың қолында Джокер картасы бар еді. Ол Диастың өзі мойындаған жасырын аудиожазба бір. Қара алтынмен қоштасу. Айдананы қайта қарау сотына алып кету үшін этап келді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Оны күзетшілер сүйрелеп емес, үреймен, тіпті құрметпен шығарып салды. Түрме ауласында жүздеген әйелдер жиналып тұрды. Олар үнсіз, бірақ көздерінде үлкен үміт бар еді. Зоя бастық Айдананың қасына келіп, оның қолын қатты қысты. Студентка, сен біздің ғана емес, бүкіл жүйенің сағын сындырдың. Сенің бостандыққа шығуың біздің ортақ жеңісіміз. Бар, соңына дейін соғыс, деді ол. Мұғалім апай Айдананың құлағына сыбырлады. Заң сенің қаруың, қызым. Оны нысанаға дәл тигіз. Түрме қақпасы сықырлай жабылып, Айдана автозаққа отырды. Ол артқа бұрылмады. Оның алдында ең үлкен қамал сот залы тұр еді. Екі Диас пен оның мызғымас қорғанысы. Қалалық сот ғимаратының алдында ине шаншар жер жоқ. Журналистер, құқық қорғаушылар және Айдананың курстастары жиналған. Бұл іс бүкіл елге танымал болды. Диас сот залында әкесінің қасында өте сенімді отырды. Оның езуінде менсінбеушілік бар. Ол бәрін сатып алуға болатынына әлі де сенімді еді. Әке, алаңдама. Жалған куәгерлердің бәріне ауыздарын жабу үшін ақша берілді. Оның қолында ешқандай дәлел жоқ, деп сыбырлады ол. Алайда Диас Айдананың адвокат ретінде Гүлмира тауып берген, кезінде Айдананың әкесімен бірге істеген, ештеңеден қорықпайтын заңгер Мақсат ағаның келгенін білмеген еді. Үш соттағы текетірес. Прокурор Диастың әкесінің сыбайласы айыптауды бастады. Ол Айдананы түрмеде бүлік ұйымдастырған, аса қауіпті қылмыскер ретінде көрсетуге тырысты. Айдана орнынан тұрғанда залда өлі үнсіздік орнады. Оның үстіндегі түрме киім емес, оған Гүлмира әкеліп берген таза ақ костюм еді. Ол нағыз заңгердей көрінді. Құрметті сот, маған тағылған айыптар жеке өшпенділік пен билікті асыра пайдаланудың нәтижесі. Менің сөмкеме есірткіні кім салғанын және тергеуді кім бұрмалағанын дәлелдейтін уақыт келді, деді Айдана нық дауыспен. Диас мысқылдап күліп жіберді. Дәлелің қайда, студентка? Сөзіңді растайтын бірде-бір куәгер қалған жоқ. 4. Джокер картасы. Айдана адвокатына қарап басын изеді. Мақсат аға үстелге шағын диктофонды қойды. Құрметті сот, біз басты дәлелді ұсынамыз. Бұл жазба Айдана Серікқызы ұсталған күні тергеу изоляторында Диаспен оңаша қалған сәтте жазылған. Залда аудиожазба қосылды. Диас пен оның әкесінің өңі бірден сұрланып кетті. Айдана, сен тым ақылсың. Бірақ менің әкем прокурор. Егер сен менімен бірге болмасаң, сенің орның түрме. Мына пакеттің ішінде не барын білесің бе? Мұны сенің сөмкеңе менің адамдарым салды. Қазір менің алдымда тізе бүксең, бәрін тоқтатамын. Бұл Диастың өз дауысы еді. Ол мастықпен немесе өз билігіне сенгендіктен сол сәтте бәрін ашық айтып салған. Айдана сол күні оның келетінін сезіп, киімінің астына университеттің зертханасынан алған өте кішкентай диктофонды жасырып үлгерген еді. 5. Жүйенің құлауы. Аудиожазба аяқталғанда залда дүрбелең басталды. Диас орнынан атып тұрып қашпақ болды, бірақ есік алдында тұрған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оны бірден ұстап алды. Айдананың көзінен жас шықты. Бірақ бұл қайғының емес, жеңістің жасы еді. Ол Диастың әкесіне, қалалық прокурорға қарады. Ол да кісенделіп жатты.
Сіз айтқан заң бүгін орындалды, деді Айдана. Сот үкімі Айдана Серікқызы толықтай ақталсын. Диас пен оның сыбайластары дереу қамауға алынсын. Айдана сот ғимаратынан шыққанда, оны жүздеген адамдар қол шапалақтап қарсы алды. Ол бостандыққа шықты. Бірақ оның жоспары мұнымен біткен жоқ еді. Ол түрмеде қалған, тағдыры тәлкекке түскен жүздеген әйелдерге уәде берген. Енді ол тек студент емес, ол әділетсіздікке қарсы тұратын нағыз заң қорғаушысы еді. Университетке оралу екіұдай сезім. Айдана ақталғаннан кейін бір апта өткен соң, өзінің туған университетінің табалдырығын қайтаттады. Оның үстінде түрме формасы емес, қарапайым студенттік киім, бірақ жанарында 15 жылға татитын ауыр тәжірибе бар еді. Ол дәлізбен жүріп келе жатқанда, студенттер екіге жарылып жол берді. Біреулер оған таңдана, біреулер қорқынышпен, ал енді біреулер нағыз қаһарманға қарағандай қарады. Аудиторияға кіргенде бәрі сілтідей тынды. Оның орны бос тұр екен. Ол баяу басып барып өз орнына отырды. Дәл осы сәтте бүкіл аудитория қол шапалақтап жіберді. Бұл оның адалдығы мен төзімділігіне берілген баға еді. Алайда университет әкімшілігінің көзқарасы мүлдем басқа болатын. Екі деканның кабинетіндегі суық қабылдау. Сабақтан соң Айдананы декан шақырды. Декан кезінде Диастың әкесімен жақын болған, жүйенің адамы еді. Айдана, сенің ақталғаныңа қуаныштымыз. Бірақ сенің түрмедегі ерліктерің, біліп ұйымдастырғаның туралы ақпарат бізге де жетті. Университеттің абыройына нұқсан келмеуі керек. Сенің сабақ үлгерімің жақсы болғанымен. Тәртібің бойынша сұрақтар көп. Саған диплом алу оңай болмайды, деді декан қағаздарын шұқшиып. Айдана күлімсіреді. Ол мұндай кедергілерді түрмеде жүріп-ақ есептеп қойған. Декан мырза, мен ақталған азаматпын. Ал менің түрмедегі іс-әрекеттерім адам құқығын қорғауға бағытталған. Егер университет маған заңсыз кедергі жасаса, мен білім және ғылым министрлігіне және баққа шағым түсіруге мәжбүр боламын. Менің қолымда сіздің Диасқа заңсыз грант бергеніңіз туралы деректер де бар, деді Айдана сабырлы үнмен. Деканның қаламы қолынан түсіп кетті. Ол Айдананың енді бұрынғы аңғал студент емес, кез келген соққыға қарсы тұра алатын кәсіби заңгерге айналғанын түсінді. 3 қара алтыннан келген хаттар. Айдананың үйіне күн сайын поштамен ондаған хаттар келе бастады. Бұл қара алтын колониясындағы әйелдерден келген хаттар еді. Олар Айданадан заңгерлік көмек сұрап, өз тағдырларын баяндайтын. Зоя бастықтан келген хатта былай деп жазылған. Студентка, сен кеткелі мұнда тәртіп сәл түзелді. Жаңа бастық келді. Бірақ әлі де жазықсыз отырғандар көп. Біз сені күтеміз. Сенің сыртта жүріп біз үшін күресіп жатқаныңды білеміз. Айдана бұл хаттарды оқығанда өзінің бостандығы тек басы ғана екенін ұқты. Ол Гүлмира және адвокат Мақсат ағамен бірлесіп әділет жолы атты заңгерлік кеңес беру орталығын ашты. Бұл орталықтың басты мақсаты түрмедегі заңсыз сотталған әйелдердің істерін қайта қарату болды. 4 көлеңкедегі қауіп. Диас пен оның әкесі түрмеде отырса да, олардың сырттағы құйыршықтары әлі де қауіпті еді. Бір күні кешке Айдана университеттен қайтып келе жатқанда, оның алдын қара түсті, жол талғамайтын көлік бөгеді. Көліктен денелі 2 жігіт түсті. Сәлем, студентка. Сен тым қатты кетіп барасың. Диастың достары сенің тыныш жүргеніңді қалайды. Егер бұрынғы істерді қаза берсең, келесі жолы түрмеге емес, жер астына барасың, деді біреуі пышағын көрсетіп. Айдана қорықпады. Ол телефонын шығарып тікелей эфирді қосты. Қазір мені 50 000 адам көріп тұр. Егер маған бірдеңе болса, сіздердің көліктеріңіздің нөмірі мен жүздеріңіз бүкіл елге жария болады. Кетіңіздер, деді ол нық дауыспен. Жігіттер балағаттап көлікке мініп кетіп қалды. Айдананың жүрегі жиі соқса да, ол өзінің дұрыс жолда екенін түсінді. 5 үлкен жоспар, түрме реформасы. Айдана дипломдық жұмысының тақырыбын өзгертті. Оның жаңа тақырыбы пенитенциарлық жүйенің кемшіліктері және тұтқындардың құқығын қорғау деп аталды. Ол өз дипломдық жұмысына түрмеде көрген барлық сұмдықтарды, жемқорлық схемаларын және реформа жасау жолдарын енгізді. Ол диплом қорғау күніне бақ өкілдерін және адам құқықтары жөніндегі уәкілді,
омбудсмен шақырды. Бұл жай ғана қорғау емес, бұл мемлекеттік деңгейдегі манифест болуы тиіс еді. Айдана мінбеге шыққанда залдағылардың бәрі демін ішіне тартты. Оның алдында үлкен мақсат тұрды. Қара алтын түрмесін тізе бүктіргені сияқты, енді бүкіл әділетсіз жүйені қайта құру керек еді. Бір тарихи қорғау. Университеттің үлкен залында ине шаншар жер жоқ. Алдыңғы қатарда адам құқықтары жөніндегі уәкіл, парламент депутаттары мен танымал адвокаттар отыр. Журналистердің камералары Айданаға бағытталған. Деканның жүзі бозарып, үстелді саусақтарымен тықылдатып, мазасызданып отыр. Айдана мінбеге сенімді адыммен шықты. Оның қолында дипломдық жұмыс емес, қара алтын түрмесінің ішкі сұмдықтары жазылған нағыз айыптау актісі тұрғандай еді. Құрметті комиссия, мен бүгін теорияны емес, практиканы қорғаймын. Менің зерттеу нысаным темір тордың артындағы адам құқығының тапталуы. Мен ол жерде студент ретінде емес, сотталған адам ретінде 180 күн өткіздім. Айдана экранға түрмедегі сапасыз тамақтың, суық камералардың және күзетшілердің тұтқындарды ұрып соққан сәттерінің фотоларын, жасырын түсірілген деректерді шығарды. Зал іші гу етті. Бұл жай ғана статистика емес. Бұл тағдырлар. Менің жұмысымның мақсаты диплом алу емес, осы жүйені түбегейлі өзгертетін заң жобасын ұсыну. Айдананың дауысы залды жаңғыртып жіберді. Екі деканның соңғы шабуылы. Декан шыдай алмай орнынан тұрды. Айдана Серікқызы, сіз шектен шығып барасыз. Бұл ғылыми жұмыс емес, саяси шоу. Сіздің деректеріңіздің шынайылығына кім кепіл? Сіз сотталған адамсыз, демек сіздің сөзіңіз субъективті. Айдана деканға тіке қарады. Декан мырза, мен ақталған адаммын. Ал менің деректерімнің шынайылығын қазір залда отырған омбудсмен мырза растай алады. Өйткені мен бұл деректердің көшірмесін бас прокуратураға өткізіп қойғанмын. Егер сіз заңсыздықты жасырғыңыз келсе, сіз де осы жүйенің сыбайлассыз. Залдағылар ду қол шапалақтап жіберді. Комиссия мүшелері бір-біріне қарап басын изеді. Айдананың дипломдық жұмысы үздік деп бағаланып қана қоймай, Ішкі істер министрлігіне ресми ұсыныс ретінде жолданды. 3 әділет жолы орталығының алғашқысы. Оқуын бітіріп қолына диплом мен заңгерлік лицензиясын алған Айдана бір күнде демалмады. Ол Гүлмирамен бірге ашқан әділет жолы орталығында алғашқы клиентін қабылдады. Ол қара алтыннан хат жазған Анара есімді әйелдің анасы еді. Анараның ісі өте ауыр болатын. Ол ірі құрылыс компаниясының қожайынның кінәсін өз мойнына алуға мәжбүр болған. Оған, кінәні мойның алсаң, балаңның емін төлейміз деп уәде берген. Бірақ ол түрмеге түскен соң компания оны мүлдем ұмытып кеткен. Айдана қарағым, қызым ауру баласы үшін өзін құрбан етті. Енді ол жерде денсаулығы нашарлап жатыр. Көмектесші, деп кейуана жылап жіберді. Айдана Анараның іс қағаздарын ақтарып отырып, бұл істің артында Диастың әкесімен сыбайлас болған тағы бір олигархтың тұрғанын көрді. Біз бұл істі аламыз, деді Айдана. Бұл жолы біз тек түрмемен емес, үлкен капиталмен соғысамыз. 4 көшедегі аңду. Айдана мен Гүлмира кеңседен шығып келе жатқанда, олардың соңынан тағы да сол қара түсті көліктің еріп келе жатқанын байқады. Бірақ бұл жолы олар жай ғана қорқытып қоймай, әрекетке көшті. Көше бұрылысында көлік олардың жолын кес-кестеп тоқтады. Ішінен шыққан адамдар Айдананың қолындағы Анараның іс қағаздары салынған сөмкені тартып алмақ болды. Бер сөмкені, студентка. Сен тым көп білесің, деп біреуі Айдананы итеріп жіберді. Бірақ Гүлмира түрмеде Зоядан үйренген бір екі айланы іске асырып, шабуылдаушының қолын қайырып алды. Айдана дереу қалтасынан газ баллонын шығарып, екіншісінің бетіне шашып үлгерді. Біз енді қорғансыз студент емеспіз, деп айқайлады Айдана. Осы кезде жақын жерде күзетте тұрған полиция көлігі көрінді. Қарақшылар көліктеріне мініп қашып кетті. Бұл Диастың түрмеден берген соңғы бұйрықтарының бірі еді. 5 түрмеден келген сәлем деме. Келесі күні Айдананың кеңсесіне күтпеген сыйлық келді. Ол Зоя бастық жіберген шағын флешка еді. Флешканы түрмеден жаңа босаған бір әйел жасырын алып шыққан.
Флешканың ішінде Диастың түрме ішінде отырып, сырттағы адамдарға берген тапсырмалары, кімді өлтіру керек, кімді қорқыту керек екені айтылған аудио жазбалар бар еді. Мынау нағыз бомба, деді Мақсат адвокат. Айдана, бұл деректермен біз тек Анараны құтқарып қана қоймай, Диастың жазасын өмір бойына ұзарта аламыз. Айдана терезеден қалаға қарап тұрды. Оның көзінде кек емес, әділдікке деген сусаған сезім бар еді. Ертең сот болады. Және бұл сот бүкіл елге заңның тізе бүкпейтінін көрсетеді, деді ол. Бір сот залындағы майдан. Қалалық соттың ғимараты ерекше күзетке алынған. Бүгін Анараның ісі қайта қаралуда. Жауапкер орындығында елімізге белгілі олигарх, құрылыс магнаты Бауыржанов отыр. Ол өзін өте нұқыстап Айданаға менсінбей қарайды. Оның жанында еліміздің ең қымбат 5 адвокаты сап түзеп тұр. Құрметті сот, деп бастады Бауыржановтың бас адвокаты. Менің клиентіме тағылған айыптар қиялдың жемісі. Ал мына жас заңгердің өзі жақында ғана түрмеден шыққан. Оның сөзіне сену заңға қиянат. Айдана орнынан баяу көтерілді. Оның қолында Зоя бастық жіберген флешка бар еді. Менің түрмеде отырғаным сіздер сияқтылардың заңды ойыншық қылғандарының дәлелі, деді Айдана суық үнмен. Менде Анараның кінәсіздігін ғана емес, Бауыржанов мырзаның Диаспен бірлесіп жасаған қылмыстық схемаларын дәлелдейтін аудио жазбалар мен құжаттар бар. 2 соққы. Айдана аудио жазбаны қосты. Залда Бауыржанов пен Диастың дауыстары естілді. Олар Анараны қалай қорқытқанын, оның баласының өмірін қалай саудаға салғанын ашық талқылаған. Олигархтың жүзі бірден өзгерді. Ол адвокаттарына қарап бірдеңе деп сыбырлады, бірақ бәрі кешет. Бұл мемлекеттік деңгейдегі қылмыс, деп айқайлады Айдана. Мен Анараны дереу босатуды және Бауыржановты қамауға алуды талап етемін. Сот үзіліс жариялады. Осы сәтте Бауыржанов Айдананың қасына жақындап келді. Студентка, сен отпен ойнап жүрсің. Саған қанша ақша керек? Миллион. 5 миллион доллар. Тек тоқта, деп сыбырлады ол. Маған ақша емес, маған сіздің кісенделген қолыңыз керек, деп жауап берді Айдана. 3 түрмеге басқыншылық. Сот Анараны толықтай ақтап залдақ босатты. Бауыржанов тергеу изоляторына жөнелтілді. Бұл жеңіс Айдананы елдің ең танымал заңгеріне айналдырды. Бірақ ол мұнымен тоқтамады. Ол адам құқықтары жөніндегі уәкілмен және бас прокуратураның жаңа комиссиясымен бірге Қара алтын колониясына ресми тексерумен барды. Бұл жолы ол тұтқын емес, тексеруші еді. Колония қақпасы ашылғанда күзетшілер Айдананың алдында сап түзеп сәлем берді. Олардың көздерінде үрей бар еді. Полковник Ахметовтың орнына келген жаңа бастық Айдананы құрақ ұшып қарсы алды. Айдана Серікқызы, қош келдіңіз. Біз сіздің ұсыныстарыңызды орындауға дайынбыз, деді ол қалтырап. 4 Зоямен кездесу. Айдана бірден өзі отырған 12-ші камераға беттеді. Есік ашылғанда әйелдер Айдананы көріп көздеріне жас алды. Зоя бастық орнынан тұрып Айданаға жақындады. Мен саған сенгенмін, студентка. Сен түрмені сыртынан да тізе бүктірдің, деді Зоя. Айдана Зояның құлағына сыбырлады. Зоя, сенің ісіңді қайта қарау басталды. Сенің де бостандыққа шығатын күнің жақын. Бірақ маған Диас туралы тағы бір дерек керек. Ол түрмеде отырып, сырттағы тағы кіммен байланысып отыр. Зоя терезеге қарап ауыр күрсінді. Ол тек басы ғана. Айдана, Диастың артында көлеңке деп аталатын өте үлкен үйім тұр. Олардың адамдары парламентте де, үкіметте де бар. Сақ бол, олар сені тірі қалдырғысы келмейді. 5 көшедегі қастандық. Тексерістен қайтып келе жатқанда Айдананың көлігін 2 қара түсті джип қоршап алды. Бұл жолы олар қорқытуға емес, өлтіруге келген. Тау жолында көліктер Айдананы жарға итермек болды. Гүлмира, мықтап ұстан, деп айқайлады Айдана рөлде отырған Мақсат адвокатқа. Мақсат аға соғыс ардагері еді, ол көлікті шебер басқарып, шабуылдан жалт берді. Сол сәтте артынан полицияның арнайы жасағы, СОБР, көрінді. Нұрлан, Айдананың досы, бұл қауіпті сезіп күзет жіберіп үлгерген екен. Қарақшылар ұсталды. Бірақ олардың бірінің қалтасынан Айдананың суреті мен ату деген жазуы бар қағаз табылды.
Айдана үйіне келгенде оны тағы бір соққы күтіп тұр еді. Оның кеңсесі өртелген, ал Гүлмираның баласын белгісіз біреулер ұрлап кеткен. Ойын аяқталды. Айдана баланы көргің келсе, көлеңкеге кел деген хат қалдырылыпты. Ананың зары және болаттай берік серт. Өртеніп кеткен кеңсенің алдында Гүлмира тізе бүгіп еңіреп жылап отыр. Оның жалғыз жұбанышы, өмірінің мәні, кішкентай ұлын белгісіз біреулер әкетіп қалды. Айдана, олар баламды өлтіріп тастайды. Менің кінәм не? Неге бізді жайымызға қалдырмайды? Деп Гүлмира шарасыздықтан айқайлады. Айдана Гүлмираны құшақтап, оның құлағына нық сеніммен сыбырлады. Гүлмира, маған қара. Мен түрмені тізе бүктіргенде мұндай қатыгездікке дайын болғамын. Олар бізді қорқытқысы келеді. Бірақ олар қателесті. Мен саған балаңды аман есен қайтарып беремін. Бұл менің әкемнің аруағы алдындағы, сенің алдыңдағы сертім. Айдана орнынан тұрды. Оның жанарында бұрынғы студенттік мейірімнің орнына түрмеде шыңдалған мұздай су кек пайда болды. Екі қасқырдың ізімен. Айдана дереу Нұрлан мен арнайы жасақ командирі байланысты. Нұрлан, маған ресми рұқсат керек емес. Маған көлеңке ұйымының ұясы қайда екенін табу керек. Флешкадағы аудиожазбаларды тағы бір рет зерттедік бе? Деп сұрады Айдана. Мақсат адвокат жазбаларды техникалық өңдеуден өткізіп, бір маңызды деректі тапқан еді. Аудиожазбалардың фонында қаланың шетіндегі ескі теміржол торабының белгілі бір дыбысы естілетін. Және көлеңке ұйымының басшысы біз ойлағаннан да жоғарыда отырған адам. Ол құқықтық реформалар комитетінің төрағасы, елге демократ болып көрінген генерал Сапаров. Сапаров Айдананың төбесінен жай түскендей болды. Ол менің әкемнің досы еді ғой. Ол біздің үйге қонаққа келетін. Демек, сенің әкең Сапаровтың қылмысын біліп қойғандықтан қаза тапқан, Айдана, деді Нұрлан ауыр күрсініп. 3 аждаханың ұясына бару. Айдана көлеңкеден келген хат бойынша көрсетілген мекен-жайға, қала шетіндегі қараусыз қалған зауытқа жалғыз барды. Нұрлан мен оның жасағы алыстан бақылап тұруға уәде берді. Бірақ баланы құтқару үшін Айдананы салу керек. Зауыттың іші қараңғы әрі су. Айдана ортаға шыққанда жоғарыдан прожектордың жарығы түсті. Сәлем, студентка. Сенің батылдығыңа таңмын деген таныс дауыс естілді. Көлеңкеден Диас шығып келді. Ол түрмеден қалай қашып шыққан? Оның қасында қарулы қарақшылар тұр. Диас қолымен бір бөлмені нұсқады, онда стулға байланған Гүлмираның ұлы отыр еді. Диас, ойын аяқталды. Сенің әкең де, олигархың да сотталды. Сапаров сені құтқара алмайды, деді Айдана. Диас қарқылдап күлді. Сапаров па? Ол қазір президенттің қабылдауында отыр. Ол түрмедегі бүлікті басқан қаһарман ретінде орден алмақшы. Ал сен осы зауыттағы жарылыстан қаза тапқан террорист ретінде тарихта қаласың. 4 түрме айласы. Диас Айдананы атып тастауға бұйрық бермекші болғанда, Айдана күтпеген әрекет жасады. Ол түрмеде Зоя бастықтан үйренген бір әдісті қолданды. Ол қолындағы сағатты жерге лақтырып жіберді. Бұл жай сағат емес, түрмедегі техниктердің көмегімен жасалған шулы граната еді. Гүрс еткен жойқын дыбыспен жарқыл қарақшылардың көзін қарықтырып жіберді. Дәл осы сәтте зауыттың төбесіне Нұрланның арнайы жасағы арқанмен түсе бастады. Атыспаңдар, баланы қорғаңдар, деп айқайлады Айдана. Айдана балаға қарай ұмтылды. Диас қаруын алып Айданаға көздеді. Бірақ осы сәтте Диасқа біреу артынан соққы берді. Бұл Зоя бастық еді. Ол Айдананың өтінішімен денсаулығына байланысты түрмеден уақытша босатылып, осы операцияға көмектесуге келген. Студентканы ренжітуге жол бермеймін, деді Зоя Диастың қолын қайырып жатып. 5 Сапаровтың сатқындығы әшкереленді. Баланы аман есен алып шықты. Бірақ Айдананың басты нысанасы Сапаров әлі бостандықта еді. Айдана қолындағы тікелей эфирді қосатын құрылғыны зауыттың ішіндегі компьютерлік жүйеге қосты. Ол Сапаровтың барлық қылмыстық бұйрықтарын, Диасты түрмеден қалай шығарып алғанын дәлелдейтін деректерді орталық телеарнаның эфиріне жіберді. Бүкіл ел Сапаровтың нағыз бет бейнесін көрді.
Ол орден алып жатқан сәтте-ақ залда оны ұстауға келген ұлттық қауіпсіздік қызметінің өкілдері көрінді. Айдана зауыттан шыққанда таң атып келе жатқан еді. Ол Гүлмираның ұлын анасына табыстады. Біз жеңдік, Гүлмира, енді көлеңкеде, Диас та бізге қауіпті емес, деді Айдана. Бірақ Айдананың жүрегінде бір түйткіл қалды. Сапаровтың сейфінен табылған бір құжатта Айдананың әкесінің қазасы туралы бұрын-соңды айтылмаған сұмдық шындық жазылған еді. Оның әкесі Сапаровтың қолынан емес, Айдананың ең жақын адамының сатқындығынан өлген болып шықты. Бір сейфтегі сұмдық құжат. Сапаровтың жасырын кеңсесінен табылған папка Айдананың қолында оттай басылды. Ол құжаттарды парақтап отырып көзіне жас алды. Онда әкесі майор Серік Ибраевтың соңғы тергеуінің жазбалары бар еді. Бірақ ең қорқыныштысы әкесінің қай жерде болатынын және оның қорғаныссыз қалатынын Сапаровқа хабарлаған адамның есімі. Ол есім Қайрат аға еді. Айдананың әкесінің ең жақын досы. Айдана түрмеден шыққанда оған қаржылай көмектесіп, әділет жолы орталығынан көрсетіп жүрген отбасы. Қайрат қазір министрлікте жоғары лауазымда отырған. Мүмкін емес, Айдана үстелге сүйене кетті. Ол менің басымнан сипап, әкең нағыз батыр еді деп айтушы еді ғой. Ол біздің үйде әкеммен бірге дәм татты ғой. Екі бетперденің сыпырылуы. Айдана Нұрланға ештеңе айтпастан Қайраттың кеңсесіне барды. Ол Сапаровтың қамауға алынғанын естіп, мазасызданып отырған еді. Айдана есікті теуіп ашып кіргенде Қайрат жасанды күлкімен қарсы алды. Айдана, қарындасым. Жарайсың. Сапаровты құрттың, енді жолың ашық. Айдана үстел үстіне әкесінің қазасы туралы құжатты тастады. Неге, Қайрат аға? Әкем сізге сеніп еді ғой. Неше доллар үшін досыңыздың қанын саттыңыз? Айдананың дауысы дірілдеп, бірақ көзінен өрт шығып тұрды. Қайраттың жүзі бірден өзгерді. Оның жасанды мейірімі жоғалып, суық, жыртқыш бейнесі пайда болды. Әкең тым адал болды, Айдана. Ол Сапаровтың схемаларын ашамын деп, бәріміздің бизнесімізге балта шапашы болды. Мен оған тоқта дедім, бірақ ол тыңдамады. Сапаров маған лауазым мен билік ұсынды. Иә, мен оған жол сілтедім. Бірақ сенің тірі қалғаның менің арқамда.